Разым. Разсызбы? Қаншаға кетті? 3000 доллар. Бар ака. Жігіттер, карбонос, құлақ, құйрық, жөлі қолменен жасап алғандай да, машалла. Бұл 3000 долларға қандай кеттім дейді? Нұрислам ака айтыңызшы өзіңіз. Соңын кетті де, мен бұлардың екеуін епте албайдан сен шықырдың жардамға. Келіп бір орта қалыс болып берді. Пасвайский кетті басы? Пасвайский кетті. Бұл көптен бері жүрген екен, бұны көріп жүр. Жаңа Азамат екен Қоросына барған екен, ана Азамат екеден біз алғанбыз да. Кейін бұл жаққа қайра келіп алып түн үш алған, мен ұқты албай айтам, оны алышым керек. Түшкө кірді ака. Түшкө кірді де. Қандай болып кірді? Қалты кірді ғой. Ака, бұл 3000 долларды қозын жетелеп берсеңіз, үйдегілер қандай қабыл алады сіздер? Уже гөнтеле қалды ғой деймін үйдегілер. Бұл ору да ака. Бұда қалса сақайып кетесіз бір ой. Сақайбайыз ғой деймін. Сақай үшін жаресам ғой ака. Bunun liniyası mınday. Atamanның баласы Көгарт. Октябрьский Азамат. Көгарт Қырғызстанда екі ойлы азыр, а? Ооба. Деп атады. Бірі чүй тарапта, бірі Азамат аке да. Ошоның баласы Атаманның прямой немересі да, Көгарттың баласы бұл. 2 айлық малында Азаматқа бар 3000 доллар қылған, Азаматқа бере қойған, сатып айтты. 3000 долларға 2 айлығында ұшы берілген емес. Өте сонда болған екен. Кеше дағы келді, мен сатпайын дедім. Сатың деп көндіріп алып тұрған 5000 доллар десем. Аз 3-ке кетті. 3000 долларға. Өте сон болды. Пасвайский болды. Ака, разсыз бұл? Тоқта, бізге бұл қойып береді, бұл шоңағондан кетші. Мұндан қойып береді. Қойып береді. Догормен. Догормен. Ұрғашыға алып барабыз. Дамир сен де илешіп ал. Біз 2-4. Сен де 2 қойсаң алтынды. Мен де қойғаны ошоға чейін, иншалла Аллах насип болса қоя алабыз жігіттер. Мықты. Карбонос, костяк, чистота. Не дейді дағы? Ака, бирок братанды өзін аддене тарш керек екен видеоға. Бұл башқача красавчик екен. 93 красавчик. Нарын қалсам? Мұндай карбонос братан. Еркекше карбонос бар екен сенде. Жашың деле жаш эле экен нерсе экенсиң, а? Бирок тиштер өзүңкү эмес да. Эми тиштер атат. Эми тиштер атабы? Болду, красавчик. Булам сөздү алып качат экен жигиттер, ассалам алейкум. Мына Вандырастын прямой баласы. Прямой баласы. Февральда 5-ке толот. По-моему, клем-картада жазылып тура. Клем картасы бар, а? Чипированный клем-карта бар. Бою канча чыгат экен бою? Бою, по-моему, 105. 105, а? Арашаны баштап аткан жигиттер видеону сахран жеткиле, анан терең ойлонгула. Мисал үчүн 50 миң, 60 миң, 70 миң сомдон арашан сатып алып, арашан баштаса болобу деген суроого мен болот деп жооп берем. Анткени баштаганда эле чу дегенде эле 10 миң доллар, 20 миң доллар, 5 миң долларлык арашан сатып алыш кыйын. Биринчиден бюджет жетпейт, экинчиден бюджет жетсе дагы духуң жетпейт. Ким эле 10 миң долларга кое алып атат экен деген ой келет. Ошого силер 50 миң, 60 миң, 70 миң сомдон коз алып көргүлө. Ургачы козлардан. Эркек албагыла, анткени эркек алсаңар 50 миң, 60 миң сомдук эркек коз кочкор эртең заты бүдөмүк. Эртең жакшы акчага сатышыңар аябай кыйын. Анткени базарда алып барсаңар арашанга караганда бүгүнкү күндө жайдар койдун баасы жакшы да. Арашанды муну арашан тааныгандар гана алып атпайбы? Ошондуктан эркек коз кочкор алсаңар арзан алгыла болушунча. Анткени арзан коз кочкорду силер эртеңки күнү этке гана сатышыңар мүмкүн. 80-90% анткени эртең бирөө жакшы каны бар, линия бере турган, коз бере турган, дающий болуп кете турган кочкорду силерге арзан бербейт. Билбейм, бир тууганыңар эле подарка кылып койбосо так бербейт. Ошон үчүн ургачыдан баштагыла. 50 миң, 60 миң, 70 миң сомго чейинки, 80 миң сомго чейинки ургачы козларды алсаңар, наркы жылдан 2-чике өтөп тиш жарып баштайт. 1-класс кой болот ошоңор. Ошого анан кийин кочкор сатып алып туруп, 10 козуңарга 1 кочкор кошсоңор, анан жыйынтык болот. Экинчиден, эч качан ошол Алладан, мисалы, ошол 10-15 козуңардан арасында кулагы узун, разрези мыкты, сөөктөрү жакшы, бодрый козуңар жакшы кой болуп берсе, ошондон деле кымбат козу түшүп калышы мүмкүн. Силер ойлобогула. Бирок сатып алып атканда сөзсүз түрдө короогонан короо нээсине карагыла. Сатып аткан силерге козусун
Жок дегенде козулардын атасын, апасын, мындайча айтканда энелерин көрсөтүш керек. Мунунун энеси, мунунун атасы ушул кочкордон качкан. Алданып калбагыла. Без адрес, без ничего, бул паланча линия деген бүгүнкү күндө көпчүлүк алдап коет экен, ачык эле айтайын. А мына паланча Шарпейдин линиясы, 80 линиясы көрбөдүңбү? Кыйын ишениш. Ошого алданып калбаш үчүн айрыкча козуда аябай алданасың. Себеби билбейсиң, мына сонун мыкты козуну алдың, 6 айлык козуна, апардың 1 жылдан кийин өспөй калды, пачак болуп калып кетти. Эмнеге? Себеби анын линиясы бей адрес, кээ бирөө базардан алып келип деле кошуп коет экен да, өзүбүздүн сары жайдары койлордучу. Ошон үчүн сатып алып атканда, бирок ушул нерсеге даяр болгула силер. Мисалы 50-60 миң сомдук коз алып атасыңарбы? Андан 80-70-80% жакшы козу түшүшү кыйын. Жакшы козу түшө турган койду биринчиден бирөөлөр сатпайт. Сатса дагы арзан бага сатпайт.